Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жұмыртқасыз, миксерсіз дайындалатын мега шоколадный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және видеоны соңына дейін қарап, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар: су, сұйық май, қант, тұз, кофе қосылған жылы су, ұн, какао, разрыхлитель. Алдымен суға сұйық май, қант, тұз және 30 мл жылы суға 1 шай қасық кофе қосып, араластырып, сұйық массамызға қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұн, какао, разрыхлителімізді бөлек ыдыста араластырып, сұйық массамызға 2-3 бөлікке бөле отыра қосып араластырамыз. Дайын болған массамызды формамызға құйып, біркелкі етіп жайып, 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутқа салып аламыз. Мендегі форма диаметрі 26 см. Бізде пирогымыз дайын болды. Енді үстіне ганаш дайындайтын боламыз. Осындай кішкентай ыдысымызға 50 грамм сгущенка, 50 грамм сары май, 2 ас қасық какаоны салып, газге қойып, араластыра отыра қайнағанын күтеміз. Бір қайнағаннан кейін астын баяулатып, тағы да 5 минут ұстаймыз. Дайын болған ганашымызды пирогымыздың үстіне әсемдеп осылай жағып шығамыз. Өте дәмді мега шоколадный пирогымыз дайын болды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.